Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 16 қыркүйек. Дәптерімізді ашып, мұқият күннің ретін жазамыз. Бүгінгі лексикалық тақырыбымыз сөйлеу мәдениеті. Грамматикалық тақырыбымыз дауыссыз дыбыстар, жасалуы, жіктелуі. Дәптерлеріңе мұқият, әдемі етіп, тап-таза етіп жазып аламыз. Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну. Орфографиялық норма дауысты дыбыстардың емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Бірінші тапсырмамыз балалар, оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырманы ашып, мәтінді мұқият түсініп оқып аламыз. Содан кейін бірінші А тапсырмасын орындауға көшеміз. Онда мәтін мазмұны бойынша төмендегі тапсырмаларды орындаңдар депті. Яғни, бірінші тапсырмадағы мәтін мазмұны бойынша төмендегі тапсырманы орындаймыз. Бірінші, сөйлеу мәдениетінің негізгі қағидаларын атаңдар. Екінші, сөйлеу мәдениетін орнықтыру үшін не қажет екендігін баяндаңдар. Үшінші, сөз байлығы туралы айтып беріңдер. Бұл тапсырманы қалай орындаймыз балалар? Барлығын бірінші тапсырманы оқып болғаннан кейін, осы үш тапсырма бойынша маған аудиомен жіберетін боласыңдар жекеме. WhatsApp мессенджер арқылы менің жеке чатыма аудиомен жібереміз. Жарай ма? Мен белгілеп отырамын, кім жібергенін, кім жібермегенін. Кешегі Керқұлатты Кендебай ертегісіндегі тест тапсырмалары бар ғой, соны маған 11 бала ғана жіберді. Мен белгілеп отырмын. Түгел уақытылы орындаймыз балалар, жарайды ма? Осы үш тапсырманы маған ауызша аудиомен жібересіңдер. Мысалға, сөйлеу мәдениетінің негізгі қағидалары деп нені ойлайсың? Мәтіндегі қағидаларды атап бересіңдер. Сол сияқты сөйлеу мәдениетін орнықтыру үшін не қажет екен? Сол сұраққа жауап бересіңдер. Үшінші, сөз байлығы деп нені түсінесің? Соны мәтінде барлығы тұр, өз түсінгеніңмен маған баяндап айтып бересіңдер. Жарай ма? Енді грамматикалық тақырыпқа көшеміз балалар. Дауыссыз дыбыстар. Біз өткенде дауысты дыбыстарды өттік, е? Дауысты дыбыстар таза үннен жасалады. Және де оның үш түрі болады екен, е? Қандай түр екен? Есімізге түсіреміз. Бірінші, тілдің қатысына қарай, екінші, жақтың қатысына қарай, үшінші, еріннің қатысына қарай. Тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болады, жақтың қатысына қарай ашық және қысаң, ал еріннің қатысына қарай еріндік және езулік болып бөлінетін. Оның барлығын сендер жаттап алдыңдар деп мен сендерге сенемін. Ал бүгін дауыссыз дыбыстар дегеніміз не? Дауыссыз дыбыстар өкпеден шығатын ауаның кедергіге ұшырауынан жасалады екен. Дауысты дыбыстар таза үннен жасалса, дауыссыз дыбыстарда салдыр басым болады. Яғни, дауысты дыбыстарды біз айтқан уақытта өкпеден шыққан ауа ешқандай кедергіге ұшырамай шығады. Себебі а, ә, о, е деген кезде біздің аузымыз сол күйі ашық тұрады да, тек діріл арқылы ғана біз өзіміздің қай дыбысты айтып тұрғандығымызды байқаймыз. Ал дауыссыз дыбысты айтқан кезде б, м, ш деген кезде бірде ерін, бірде ш дегенде тіс, барлығы өкпеден шығып тұрған ауаға кедергі жасап сыртқа шығарады да, осы сөйлеу мүшелері. Соның арқасында дауыссыз дыбыстар пайда болады екен. С деген кезде де байқадық па балалар? Енді балалар, қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар дауыстың қатысына қарай қатаң, ұяң, үнді болып үш топқа жіктеледі екен. Енді осы жерде балалар сендерге бір тапсырма. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды кезекпен өздерің айтып көріңдер. Мысалға, а деген кезде ешқандай өкпемізден шығып тұрған ауа кедергіге ұшырамай шығып тұрғанын байқаймыз. Ал б, м, ш, ц, т деген кезде өкпеден шыққан ауа дыбыстау мүшелерінің
арқасында белгілі бір кедергіге ұшырап ауаның шығуынан осы дауыссыз дыбыстың жасалып тұрғандығын өзіміз тексеріп көреміз. Жарай ма? Енді қатаң дауыссыз дыбыстарға қандай дыбыстар жатады? П, Қ, К, Т, С, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш және Ш. Ұяң дауыссыздарға Б, В, Ғ, Г, Д, З және Ж. Үнді дауыссыз дыбыстарға Р, Л, И, У, М, Н және Ң деген дыбыс жатады. Енді балалар, осы үш түрін міндетті түрде жаттап аламыз. Жарайды ма? Енді жазылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына жұп дауыссыз дыбыстың тиістісін қойып жазыңдар. Жұп деп тұрғанымыз бір-біріне сәл ұқсастығы бар дыбыстар бар, дауыссыз дыбыстар. Біреу қатаң болса, екіншісі ұяң не үнді болуы мүмкін. П оған оның жұбы Б, Т, Д, Қ, Ғ, К, Г, С және З, Ш, сосын Ж. Бұл жерде байқағанымыз бірыңғай қатаң дауыссыздардың жұбы ұяң болып келеді екен. Осындағы мысалға бірінші П, Б деген кезде парасат, келесісі білім. Сол сияқты осы қажетті дауыссыз дыбыстарды қойып, көшіріп жазамыз. Дескриптірі тапсырманың көп нүктенің орнына қажетті дыбысты қойып жазады, көркем жазады және қатесіз жазады. Сосын балалар, бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін маған міндетті түрде суретке түсіріп жібересіңдер. Енді маған қиын болып тұрғаны балалар, сендер білімлендпен де жұмыс жасап тұрсыңдар, сондықтан да көпшілігі маған дәптер жібермей тұрсыңдар. Дәптерді суретке түсіріп жібереміз. Мен ойлап тұрмын, сендер дәптерге тапсырма орындамай жүр деп. Себебі орындап жүрген балалар ғана маған жіберіп тұр. Бұдан кейін аты жөндеріңді айтып, ескертіп отыратын боламын. Жарайды ма? Өйткені білімлендті орындаған жақсы, бірақ дәптерге жазуды ұмытпауымыз керек. Жазуымыз нашарлап кетеді. Ертең бір-бірімізді бетпе-бет кездескен кезде жазған уақытта жазуымыздың өте төмен болып кеткендігін байқаймыз. Сол себепті де жазамыз. Ендеше балалар, сау болыңдар. Сұрақтарың болса маған жазыңдар.